Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Сіздермен бүгін мынандай флипбукты, яғни цифрлық кітапшаны қалай жасау керектігі туралы айтамыз. Флипбук ашық сабақ өткенде немесе электронды портфолио жасағанда қолдануға керемет әдіс. Оны осылай кезегімен ашып, оқушыларға керекті мәліметтерді көрсетіп, тапсырмалар орындатуға өте ыңғайлы. Енді қалай жасау керектігі туралы айтайық. Ең алдымен PowerPoint программасында слайд жасап аламыз. Бұл жерде өзіңізге қажетті дизайнда кітапты әрлеп аласыз. Кітапқа енгізетін суреттер мен мәтіндер, сұрақтар мен тапсырмалар барлығын орын-орнымен орналастырып аласыз. Слайдты бастамас бұрын форматты книжный форматқа ауыстырып алыңыз. Ол үшін конструкторды басамыз, оның ішінде размер слайда, одан соң книжный форматты басамыз. Одан соң бұл құжатты сақтаған кезде PDF құжат ретінде сақтаймыз. Ол үшін файлды басамыз, одан соң сохранить как. Осы жерде құжаттың атауының астында құжаттың форматы көрінеді. Ол бізде PPT болып тұр. Соны PDF-қа ауыстырамыз. Мінекей сақтаған құжатымыз осындай түрде ашылып тұрады. Егер де сіздің слайдыңызда аудио, музыка немесе видео болатын болса, олардың барлығы PDF-қа айналғанда көрсетілмейді, тек сурет жүзінде қалады. Ал енді осы документті флипбукқа айналдырамыз. Google поисқа кіріп, конвертировать PDF в флипбук деп жазасыз. Ең бірінші шығып тұрған флипбук PDF сайтымен жасаған маған ыңғайлы. Выберите файлды басып, жаңа дайындаған PDF құжатымызды таңдаймыз. Келесі Convert Now деген батырманы басамыз. Ендігі кезекте мына жерге email почтаңызды жазасыз. Басқа да почта жазсаңыз да болады. Сол адреске сізге осы дайын болған кітапшаны жіберетін болады. Мен Mail.ru почтаны жазғандықтан енді почтаға кіріп құжатты жүктеп аламыз. Мінекей кітапша дайын, мұны жүктеп алып, ешқандай сілтемесіз, ешқандай интернетсіз ашып қолдана бересіз. Егер де осы кітапшаңызға аудио немесе видео қосқыңыз келсе, онда Flipbook PDF Professional программасын жүктеп алыңыз. Ол туралы келесі видеоларда көрсетемін. Жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып алыңыз. Назарларыңызға рахмет. Ақпарат пайдалы болса, лайк және подписка күтемін. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер.